Сәлем достар, бүгін сіздермен сын есім жайлы әңгімелесетін боламыз. Сын есім жайлы толығырақ білгіңіз келсе, бейнені соңына дейін көріңіз. Сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіретін сөз табы. Сұрақтары қандай, қай? Сын есімдер тұлғасына қарай негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі сын есім түбір сын есім. Мысалы, сары, таза, тәтті, терең, жұқа, кең. Ал туынды сын есім жұрнақ арқылы жасалған сын есім. Мысалы, көшпелі, сөзшең, оқымысты, әлсіз. Сын есімдер құрамына қарай дара сын есім және күрделі сын есім болып екіге бөлінеді. Дара сын есім бір ғана сын есімнің сындық белгіні білдіруі. Мысалы, ақ, бойшаң, жасыл, баласыз. Күрделі сын есім тіркескен және қосарланған сын есімнің сындық белгіні білдіруі. Мысалы, ақ киімді, қара торы, көп балалы, тап-таза. Сын есімдер мағынасына қарай сапалық сын есім, қатыстық сын есім болып бөлінеді. Сапалық сын есім сындық белгіні анықтайтын төл сын есім. Мысалы, сұр, қызылдау, биік, үлкен, көкпеңбек. Қатыстық сын есім басқа сөз таптарынан жасалған туынды сын есім. Мысалы, бойшаң адам, өнерлі бала, аспалы шам, ашық есік. Келесі ақпараттар легі сын есімнің шырайлары жайлы болмақ. Жай шырай. Заттың жай ғана сындық белгісін білдіретін сын есім жай шырай болады. Ешбір қосымшасыз түбір және туынды сын есімдердің өзінен жасалады. Мысалы, биік, жақсы, үлкен, тәтті, қызыл. Шетпелі шырай. Белгілі бір сындық белгінің бір нәрседен өте артық не өте кем екенін білдіретін шырайдың түрі. Сын есімнің алдынан күшейткіш буынның қосарлануы арқылы жасалады. Сын есімнің күшейткіш үстеумен тым, өте, ең, нағыз, орасан, кілең, аса, нақ, тағы басқа сөздердің тіркесуі арқылы жасалады. Мысалы, сап-сары, үп-үлкен, өте жарық, тым ауыр, ең әдемі, аса маңызды. Келесі кезек салыстырмалы шырайда. Салыстырмалы шырай бір заттың сындық белгісін екінші затпен салыстырғанда кем не артық екенін білдіретін шырайдың түрі. Ырақ, ірек, рақ, рек, лау, леу, дау, деу, тау, теу, қыл, ғыл, қылт, ғылт, ғылтым, шыл, шіл, аң, қай, ғыш, шылтым, шілтім, ілдір, ішкі, ше, қай сияқты жұрнақтардың жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ауырырақ, кішірек, үлкендеу, жылылау, ақшыл, көгілдір, бозаң, қоңырқай, ұзынша деген сөздер жатады. Келесі ақпараттар легі сын есімнің сөйлемдегі қызметі жайлы болмақ. Сын есім сөйлемде негізінен анықтауыш болады. Мысалы, қырдағы қызыл-сары гүлдер көздің жауын алады. Бұл сөйлемде қызыл-сары анықтауыш қызметін атқарып тұр. Сын есім сөйлемде заттанып келіп толықтауыш болады. Мысалы, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Бұл сөйлемде жақсыдан, жаманнан деген сөздер толықтауыш қызметінде тұр. Сын есім етістіктің алдынан келіп, іс-әрекеттің сынын білдіріп пысықтауыш болады. Мысалы, ол домбырада шебер ойнайды. Бұл сөйлемде шебер сөзі пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Сын есім сөйлем соңында келіп баяндауыш болады. Оған мысал, сен менен өткен ақылдысың. Бұл сөйлемде ақылдысың сөзі баяндауыш қызметін атқарып тұр. Сын есім бастауыш қызметінде. Заттанған сын есім атау септігінде тұрып бастауыш болады. Сын есім өзінің сындық мағынасын сақтап, оның үстіне заттық мағынаға да ие бола алады. Және сөйлемде зат есім қызметін атқарады. Оны сын есімнің заттануы дейді. Мысалы, күштімен алыспа, үлкенді сыйла. Тағда мысалдар келтіретін болсақ, сыпайы сырын сақтар, әдепті арын сақтар, білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Үлкендер төрге шықты. Бүгінгі ақпарат ұнаған болса, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Пікір қалдырып лүпіл баса отырыңыз.